Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Егер осы хабарды толық білгіңіз келсе, біздің арнамызға жазылып, бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Егер сізді лайк басқан болсаңыз, онда біз бастадық. 2023 жылдың шілдесінен бастап өзге елде тұратын этникалық қазақтар ата жолы картасын ала алады. Бұл карта жайлы не білу керек? Массагет газеті тілшісі шолу жасады. Ата жолы картасын енгізудің мақсаты тарихи отанмен байланысты нығайту, ұлттық дәстүрлерді сақтау. Қазақстанда олардың әлеуетін іске асыру үшін біздің елімізге кәсіпқойлар мен табысты бизнесмендерді тарту болып табылады. Карта шетелде тұратын этникалық қазақтарға азаматтығын сақтай отырып берілетін болады. Ата жолы картасының иегерлері елге кірген кезде 10 жыл мерзімге тұруға рұқсат алады. Ата жолы картасы бар этникалық қазақтың қандастардан айырмашылығы. Ол басқа елдің азаматы бола тұра, Қазақстан Республикасының азаматтарымен және қандастарымен тең құқыққа ие. Бізді бақылауды жалғастырыңыз. Арнамызға жазылып, бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Сау саламат болыңыз.